Жауынгердің тұлғасы. Ерлерді ел танысын деген мақсатпен жауынгердің тұлғасы деген теманы қолдан келгенше жазып, тілдің жеткенінше айтып, қалам ұстаған жазушыларға көзбен көріп, қолдан өсірген, әрине, әскери мағынада ел азаматтары, жігіттер, жауынгерлердің, олардың әскери мамандықтары, кәсіптерінің әр түрінен майдан соғыс уақиғасына байланыстырып, болған ақиқат мысалдар келтіріп, аттарын қағаз жүзіне қалдырып, істерімен елді қысқаша таныстыру ниетімен күнделікті дәптерге найзадан қол босаған кезде шала шарпылау етіп, асығыста жазып жүргендерімнің бірнешелері осы одағай көркемсіз түрінде сізге тарту болсын. Аманшылық болып қол тисе, теманың қалған әңгімелері кейіннен жазылада, айтылада жатар. Барлығы 20 әңгіме былай доғартылмақ. Мәскеу өлкесіндегі қырғын соғыстың кезі ноябрьдің 26 жаңасы. Жерге шідерінен жоғары қар түскен, солтүстіктен соққан қара жел қарып жеп, кісінің өңменнен өтіп барады. Немістің басым күшінің алдына көлденең түсіп, Мәскеуге қарай жібермей бөгет болып, күніне 3-4 шабуылдан тойтарып, С қаласының маңайында жан таласып соғысып жатқанымызға 4-ші күн болғанда, мені күтпеген жерде дивизияның штабына шақырды. Барсам, штаб начальнигі полковник Серебряков мейірімді жүзбен күлімдей қарап: "Жүріңіз, аға лейтенант Жолдас, командирге ертіп барайын. Сізді шақырған сол кісі еді" деді. Көптен ұйқы көрмеген генерал қарт қажыңқырап қалған екен. Менің сәлемімді алып, "Отырыңыз" деп, орындыққа қарай басын изетті, темекі тартып, біраз ойланып, менің басымнан аяғыма дейін 2 рет қарап, бір нәрсені ұмытқан адамша жуық арада сөз бастай қойған жоқ. Ондай мінезді мен бұрынғы бірнеше рет жолығуымда генералдан көрген де, сезген де емес едім. Не болған деп таң қалып, мен де үн шығармай отыра бердім. Жұлып алғандай: "Бүгін түнде түн ортасында Десятидворкада жатқан 120 немістің бірін қалдырмай қырып тастағаныңызға жол болсын. Ең болмаса 10 шақтысын тірі ұстап алып келмегеніңіз бе? Одан кейін ол жерге сізге баруға мен рұқсат берген емеспін. Менің қай жер болса, сол жерге жұмсап, шаша беретін командирлерім жоқ. Мейлі, абырой болып, аман есен қайтқаныңызға шүкір. Бірақ та бұдан былай сізге әр додаға кірісе беру жарамайды." Ай, жастық, кейде алдартын ойлатпайтын жастық. Егерде жазатайым бола кетсеңіз, сонда жаман айтпай жақсы жоқ дегендей, батальонды кім меңгеріп, кім басқармақ? Сол жағын аттанардың алдында сіз ойладыңыз ба деді. Менен басқа адам құрып қалды дейсіз бе? Деген сөз аузымнан қалай шыққанын сезбей қалыппын. Генерал қатал дауыспен: "Сізден басқа адам құрған жоқ, бірақ та сіз сықылдылар көп те емес. Соны еске алу керек. Сіз батальон командирісіз. Сіз сықылдыларды қазақ мыңбасы дейді. Қай қазақтың мыңбасшысы мыңды тастап 10 басының қызметін атқаратын еді" деді, түсін жылыта беріп: "Қой шырағым, қызулықты. Шошаңдамай, өз орныңда отырып, қарамағыңдағы командирлеріңді жұмсап, басқарып меңгергің." Ойпырмай, жолдас генерал, не білінді менің түнде жорыққа барғанымнан? Мен қыздың қойнына барғаным жоқ қой. Дұшпанды қыруға бардым деп, және бір әдепсіздік істедім. Сәт түскен іске генералдың айтқан сөздері маған ұрысқандай көрініп, ішімнен аздап құсаланып отырғанымды сезгендей, мейірімдене күлімсірей қарап: "Болған оқиғаны толығынан баяндаңызшы. Мен тек шет жағасын ғана естіп едім" деді генерал. "Кеше неміс бізге 3 рет шабуыл жасады. Онысына біздің жігіттер тиісті сыбағасын беріп тойтарды. Жау ет жемесе де сорпа ішкендей болып, беті қайтып, өршуі басылып, ымырт жабыла шабуылын тоқтатты. Ол туралы полк командирі сізге айтқан болар.
Мен оған толығынан айтқам. Сағат кешкі 9-да менің бақылаушыларым Десятидворканың әр үйіне 20-30-дан неміс даланың суығына шыдай алмай қонуға барады деген хабарды жеткізді маған. Батальонды орынбасарыма тастап, бетінен барсақ, сезік қояр деген оймен қасыма 10 жігіт ертіп, бір пулемет, бір миномет, бір кішкене зеңбіректі шанаға тиеп, 12 километр орайлап, айнала жолға салып, түнгі сағат 2 шамасында немістер жатқан қыстақтың дәл артынан шықтық. 500-600 метрдей жақындағанда қару жарақтарды қыстаққа кезеп орналастық. Әбден ұйықтап жатқан немістер шошып оянып, оларды опыр-топыр үйден далаға шығару мақсатымен зеңбіректердің болат десетін 10 оғын жарқыратып бірінің артынан бірін дамылдата жібердік. Бөгін жерден шүйдеден соққан қандай жаман. Кешікпей-ақ немістер орындарынан қарғып тұрып, у-шу болып көшеге шыға келгенде кезек қойған пулеметке сөз бердік. 500 оқ шығардық. Оның үстіне миномет құрбақаша бақылдатып, 70 минаны қайдан шықсаң, онан шық деп немістерге сәлемдеме жіберді. Біз келген жолымызбен қайта сызып тұрдық. Қыстақтан біз 2 километрдей ұзағанда, баяғы біз тұрған жерге немістің барлық ауыр минометтары таң атқанша әупілдетіп атып, мина жаудырумен болды. Батальонға келе салып, 20 шақты автоматчиктер жіберіп едім, олар барып 120 немістің өлігін санап, документтерін алып келді. Оны полктың штабына тапсырдық. Бұл істі басқаруға қарамағымдағы командирлердің біреуін жіберуге, әлде көңілдегідей істей алар ма екен деген қауіппен батылым бармай өзім бардым. Кейінгі сөзіме күліп, «Я, жазықтысыз, аға жолдас лейтенант» деді. Дұрыс, сәт түскен жұмыс болып, түнде жолыңыз болған екен. Сіздің мұныңыздан 3 пайда тауып отырмыз. Біріншісі, немістердің саны 120-ға кеміді. Екіншісі, олар таң атқанша бірнеше 100 ауыр минасын айдалаға атып, бекерге шығын болды. Енді шабуыл жасаса, ол атылған миналар біздің жауынгерлердің басына түспейді. Оның мина қоры азайды. Үшіншісі, маңдайдан тимей, шүйдеден тиген соң, немістер артымызда дұшпан жүр екен деп үрейленіп, көп ойда қалып, тыныш ұйықтай алмай, желкесін қорғауға күшін бөліп алақтайды. Ол да бізге үлкен олжаның бірі деп қорытты қарт генерал. Генерал жолдас, қол қойыңызға даяр деп, полковник Серебряков бір жапырақ қағаз ұсынды. Генерал орнынан тұрып еңкейіп оқып, қол қойды маған қарап. Соғысқа батальонмен 27 рет дұрыс ұрыс өткіздің. 5 рет дұшпанның қоршауынан қақ жарып алып шықтың. Қырғын соғыста сан рет сыннан өттің. Жас та болсаң, әскери атағың кіші де болса сеніп, жоғарылатып, жаңа орынға тағайындап отырмыз. Барлық қызыл әскерлердің ішінде полкты басқарып, командир болған жалғыз сен-ақ деп айта алмаймын. Бірақ та біздің армияда сенен басқа полк командирлері аға лейтенант жоқ. Құтты болсын. Ақылға салып, абыройлы істейді деп сенем деп, қағазды маған ұсынып, қолымды алып, жолың болсын деп бата беріп аттандырып жатып. Сен полк командирі болдың. Ол полктың ақылы, миы, басы, өз ұлтыңның білек бірді, ақылды мыңды жеңет деген мақалы әр уақытта да есіңде болсын деп қайталады әскери ақсақал. Арада 10 шақты соғыс өтті. Ресейдің қылшылдаған қысы малдас құрып, өз тағына түнере мелшиіп отырған кезі. Аяз бетті қарып, түкірген түкірікті жерге түсірер емес, 1000 қабат торқаңнан тоқтышағымның терісі артық деп қазақ айтқандай, бізде суықтан сақтайтын тоқтышақтың терісі шолақ тон. Содан тіккен қолғап, аяғымыздағы киіз етік, оның үстіне қызу бітпей жатқан ұдайы соғыс. Бұдан 3 күн бұрын 6 сағат бұрынғы күні 12 сағат, кеше 18 сағат дамылсыз босағаны күйрете келе жатқан екпінді жаумен табан тірескен соғыс болды. Кейінгісінде маған оқ тиіп, жарақаттанып,
қос басында командный пунктте жатырмын. Батальондармен байланыссам, телефон арқылы ғана өзім барып, болып жатқанды көзбен көруге дәрмен жоқ. Соғыс саябыр тауып тынар емес. Хабар онша қуанышты да емес, екі жақтан да шығын мол. Бұдан 2 апта бұрын полкке тағайындалғанымда, өз батальонымды от пен суды бірге кешіп, тар жол тайғақ кешуден, сұм майданның бірнеше құз қияларынан бірге өткен ерлерімді кімге тапсырамын деп көп ойлап толғанып, сенімді адам іздеп, 2 күн ұйқы көрместен басымды қатырып, кіші лейтенант Мұхамедқұл Сламқұловқа тоқтап, соны 1-ші батальонның командирі етіп тағайындағанмын. Басқалары бұрынғыдай әрқайсысы өз орнында. Мұхамедқұл соғыстан бұрын Қазақстанда газет қызметкері болып істеген, орта бойлы, кең маңдайлы, жайнаған дөңгелек мөлдір көзді, салтанатты келбетті жігіт еді. Түсі жақсыдан түңілме дегендейін, табанды, сабырлы, ісін ақылға салып, түбін ойлап істейтін жүректі командирлеріміздің бірі еді. Немістер барлық күшін жинап, таң ата 35 самолетімен бізді 5 рет бомбалады. Барлық зеңбірек, минометтер күні бойы оғын біздің үстімізге жаудырып, айналамыздағы жерді қопарып жатыр. Түске дейінгі 4 шабуылын біздің жігіттер тойтарды. Шабуыл үстісіне өршіп тынар емес. Мәскеудің босағасына жақын жердегі ерегіс соғыстың қызған күнінің бірі. Біз К станциясын бермейміз деп, Мәскеудің қақпасына тіке алып баратын темір жол мен қара жолдың түйіскен жерінде дұшпан алдына көлденең бөгет болып, аз да болсақ дұшпанның көп күшін алға бастырмай, табан тіресіп, жауға қарсылық көрсетіп жатырмыз. Жау қайтсең де аламын, күйретемін де, қиратып басып өтемін деп, күштің үстіне күш салып жатыр. Ешқандай шығынмен санасар емес. Егерде бұл жерден кейіншектеп қозғалсақ, жолда соғысуға ыңғайлы жер жоқ. Мәскеудің тап босағасына барып бірақ тоқтамақпыз. Сол себепті Мәскеуге не бетімізбен барамыз? Дұшпанды өршілете артымыздан ертіп, жігіттер сүйегіміз қалса да, не болса да осы жерде болсын, бір адым кейін шегінуге жол жоқ деп жарлық еткен болатынмын. Өзімнің жарақаттансам да емделуге кетпей жатқанымның себебі сол еді. 2-ші батальонный командирі телефонмен: өзіммен 7 адам қалды, не бұйырасыз деп баяндады. Елге қайта қойыңыз деп айта алмаспын. Мұхамедқұлдың қарамағына 7 адамыңды алып, 10 басы ретінде соғыса бергің дедім. 20 шақты минуттан кейін 3-ші батальонның командирі телефонмен: жалғыз өзім-ақ қалдым, не бұйырасыз деді. Жалғыз қалсаң, қолыңа мылтық алып, Мұхамедқұлдың қарамағына барып, жай рядовой, Бұхара, әскер қатарында соғысқың дедім. Ойпырмай, үлкен басымды сонша кішірейтерлік, мен не жазып едім? Капитан едім ғой. Кіші лейтенанттың қарамағына жұмсадыңыз-ау, деді ол. Батальон қырылып, оның жалғыз командирі тірі қалғанына мен сенбеймін. Қарамағыңдағыларға ие бола алмай қалсаң, өз обалың өзіңе. Солдат болып соғыс, сеніңді міндет қылмай деп зекірдім. Жарты сағаттан кейін Мұхамедқұл барлық жағдайды толығынан баяндады. Дұшпан оң, сол жақтағы көршілерімізді шегіндіре түріп тастап, барлық салмағын біздің маңдайша мен босағамызға салғанын айтты. Дұрыс, шегінуші бірде-бір адам болмасын дегеннен басқа еш нәрсе айтпастан, қарамағымдағы зеңбіректердің оғын мұқаң тілеген жаққа жаудыру әрекетін істедім. Тағы да оңға таман, солға таман, қақ ортасынан түсті. Беті қайтты оң жақтағылардың. Беліміз бір көтеріліп қалды ғой деген сияқты хабарлар Мұхамедқұлдан келіп жатты. Түс қайтып, 5 кезінде дұшпан қатты бомбалап, тағы да бізді тықсыра бастады. Жан жақтан құмырсқаша өріп қаптап келеді. Оларға қарсы тұратын дәрмен бізде қалмады, деді Мұхамедқұл. Даусынан қасындағылардың азғырып
айтқызып тұрғанын сездім. Әрине, неміс бізден көп болмаса шабуыл жасар ма еді? Олар көп, олардың күші мол, төртеу түгел болса төбедегін алады деген қасыңдағы үрейленген әзәзілдердің ықпалына көніп, сенің де екі көзің алақандай болған екен ғой. Тіптен болар емес, деді тұтығып. Кімдер болар емес, деп ақырдым. Дұшпан ба, жоқ үрейленгендер ме? Жаман елге қатын қожа ете алмаспын мен. Әсіресе дұшпан менің айтып отырғаным сол ғой дей бергенде, ей Мұхаметқұл, дедім. Қазақтың қоянды қамыс, жігіттен намыс өлтіреді деген мақалын білмеуші ме едің? Я, білем, деді. Білсең, менің приказым сол, деп телефонды тастай салдым. 5 минут өтпей телефон шыңғыр ете қалды. Баукеш деген Мұхаметқұлдың даусы естілді. Мен, не демексің, дедім. Тұрдық, не болса да айтайын дегенім осы еді. Жақсы, жолың болсын. Зеңбіректерді қайда жұмсайын? Айтып тұрғын. Дұшпанның тобына сілте. 100-200-ін өздерің пулеметпен, мылтықпен ақ үлгеріңдер. Сөздің қысқасы, біздің полк сол күні тағы да бірнеше дұшпан шабуылын тойтарып, табандылық, тапқырлық көрсетіп, немістерді қырғынға ұшыратып, діңкелетіп, кеш бата қарсы шабуыл жасап, біраз уақыттан кейін Мұхаметқұлдың батальоны бір қыш кірпіш заводынан немістерді қуып шығып басып алды. Кейіннен тексеріп қарасақ, борандай борап тұрған оқ, зеңбіректердің жарылған оқтарының ішінде 2-ші, 3-ші батальон командирлері адасып, адамдарын таба алмай қалған екен. Ол батальондардың жігіттері орнынан қозғалмай, күшпен соғысқа қатысып отырғандарды айқындады. Сондай қиыншылық жағдайда дұшпанның қарақұрымдай қаптаған күшінен қобалжыған кезде қуат та, медет те, себеп те болған қазақтың ер намысына тидір айтқан екі ауыз мақалының күші. 120 адам 600 дұшпанды жеңді дегенге кім сенер? Тек осылай дей салсақ, жағасын ұстап, шырағым, өтірігің бар болсынды естіртіп айтпағанмен, ішінен айтушылар көп ақ болар. Сондықтан әңгімені уақыт ерік берсе бастан шертелік. Теміржол мен тас жолдың айқасқан жерін түйінделік. Біреумен біріне бірі тіркесіп пойыз жүреді, біреумен машиналар, арбалар жүреді. Ресейдің қалың орман қаптаған шалшық саз, жолсыз жермен мәшине, ат-арба түгіл салт атты адамның ұзақ жолға жүруі де мүмкін емес. Сол себепті ақыры атты жаяудың қимыл жолмен ғана болады. Соғыс кезінде дұшпанның бос жатқан жабай шалшық орманның ішінде әкесінің ақысы бар ма? Оған да жол керек. Басып аламын деп келе жатқан қыстақ, қалалар да тек жол бойында, қорытып айтқанда Волоколамск қаласының шығыс жағында егес тартыс, барлық жағаласып, арпалысып, қан төккен соғыстар ылғи жол үшін, жол бойында болды деп айтсақ, қателесе қоймаспыз да. Жолды бөгеп, қолдан шығармай, көлденең түсіп жатсаң, әрине, күшпен, қару құралмен, айналаға құшақ жайып, жаяу болмаса, танкпен өкпе түс бүйректен соғуға дұшпан үшін жер жағдайсыз ақ. 41 жылдың ноябрының 17-сінің жаңасы. Елдің көбінің есінде болар, жалпы майдан жағдайында тоқтаудың керегі аз болғандықтан, сол күнгі көзбен көрген көп уақиғаның біреуін шала шарпы болса да жазайын деп отырмын. Екі жолдың айқасқан жері М станциясын лейтенант Филимонов басқарған 120 атқыштар 3 күннен бері қорғап жатыр. Жігіттердің беліне қыстырып жүретін кішкене күректерінің тоңған жерге тісі өтіп, еш болмаса белуардан жерошақ сықылды шұңқыр окопты қазып ала алмады. Азанда 15 самолет келіп, станцияны бомбалап, атқылап ойран салған. Есімізді жинап алғанша зуылдап ұшып, гүрілдей жарылып, зеңбірек, миномет оқтарының түрлі-түрлісі жауа бастады.
тоқтар емес. Ызылдап ұшқан шойын жаңқа бас көтертпейді. Күндізгі сағат 12-ге дейін істеген қылығы атқылау мен бомбалау болды. Зеңбіректің оғынан жер ошақтай шұңқыр жерді паналағанның жаны қалады. Тап үстіңнен дәл түспесе, қасыңа келіп гүрс етіп жарылғанда ауа толқыны келіп, жаңқа соғып, құлағыңды шың еткізіп, қопарылған топырақпен тірідей көміп, біраз уақыт есіңді есеңгірете шығарып, басып қалғаны болмаса, қан шығарып залал етпейді. Сол себепті сондай атыстың астында әскерлердің жусаннан жоғары, бетегеден төмен болып, жер бауырлап, ой шұқыр іздейтіндер қорқақтық емес, тіршілік аман қалудың, соғыстың заңды бір әдісі, айласы деп тану керек. Неміс қояр емес қой. Не көрінеді деп сұрады Филимоновтан. Я, қояр емес, бізді атқылап, топырақпен араластырып, күлімізді көкке ұшырып, ойы шамада тапа өлігіміздің үстіне келмек қой деймін, деді ол. Жау әскері көріне ме? Орманнан шегінгенде 5-600-дей жиналып жатыр. Мана қоймай атып жатқаны шабуыл жасап, жаяу әскерін шығынға ұшыратқысы келмеген ғой. Олай болса, тапа соның ойындағыдай ақ болсын. Соның ақ тілегі орындалсын. Шығынсыз алам деген станциясын алсын. Ротаңа бет-бетімен бытырап, үрейлене жоғары көпірге қарата қашыңдар деп бұйрық бергің деп едім. Филимонов таң қалып, не деп тұрсыз, комбат жолдас, деді. Солай, жаңылыс естіден деп тұрсың ба? Солай менің бұйрығым, барғың, дедім. 120 жігіт орындарынан тұра салып, бет-бетімен алды-артына қарамай станцияны тастап зытып берді. Қалт, қалт деген дауыс неміс жақтағы орманнан шықты. Демнің арасында зеңбіректер мен минометтер атуын тоқтатты. Немістер орманнан шығып, төрт-төрттен қатар тұрып, легімен салтанаттанып, қыстақ пен станцияға кешікпей-ақ кіріп келді. Біздің жігіттер көпірдің астына жиналды. Ол кезде немістер солдаттарына, мына қыстақты, қаланы алсақ, барлық бағалы нәрселер сенікі, талап алуға еріктісің, барлық сұлу келіншек, сұлу қыздар сенікі, зорлап басуға еріктісің деп еді, соғысқа салатын айуан мінезді құзғындарына. Станцияны қорғап жатқан қызыл әскер 5 сағат есінен таныта атқылағаннан кейін қашып кетті. Ешқандай қауіп жоқ деп ойлады білем. Немістердің сормаңдай командирі келе салысымен-ақ солдаттарын елді тонауға, үйге таратып жіберді. Кейбіреулер тауықты қуып, кейбіреулері шошқаны қуып ұстай алмай жүр. Ақыры қыстақтың шет-шетіне қарауыл да қойылған жоқ. Тапа нағашысының үйіне келгендей болып бейғам жатыр. 30-40 минут өткеннен кейін қызыл тұмсық болып қызығына баттау деген кезде көпір астындағы 120 жігітті 3-ке 40-тан бөлдім. Әр 40 жігітке Филимонов, Рахимов, Хабибулла, Бозжанов, Жалмұхамед бастық болып тағайындалды. Ал жігіттер, біз станциядан 200-300 метрдей жерде тұрмыз. Мылтықтарыңды серт ұстап, қыстақтың 3 жағынан бір мезгілде жүріп барып, атқылап, ура деп даусыңмен барынша айғайлап, шабуыл жасап тиіңдер. Немістер мына бейғамдығының игілігін жақсылап көріп, сендердің оқ найзаларыңның дәмін татсын. Барыңдар, жолдарың болсын, тәуекелге бел байладық деп жарлық еттім. Күтпеген жерден жайбарақат, талаудың қызығына батып жатқан дұшпанға 3 жақтан бірден тарсылдатып атқылаған мылтықтардың пәрменінше уралап айқайлап жүгіріп, қарсы шабуыл жасап келе жатқан 120 жігіттің ащы дауыстары күннің күркіреуінен, жердің сілкінуінен оңай әсер еткен жоқ. Үрейленбеске шамағанша немістер үйден дүркірей үркіп шығып, кейбіреулерінің аузындағы асы тамағынан өтпей түйіліп, кейбіреулері талаудан алған заттарды құшақтай, кейбіреулері шалбаларының түймелерін асығыста салуға шамасы келмей, таңдамастан бет-бетмен қыстақтан орманға қарай алды-артына қарамастан 600 адам жығыла сүріне сасып, дегбірлеріне зытқанын көріп, қуаныштан жүрегім жарылып кете жаздады. Я, бабамның әруағы қолдадың ба деппін. Орманның шеті қыстақтан 500-600 метрде еді. Немістердің
оққа ұшқандары қалпақтай ұшып, жалпасынан түсіп, сұлап жатқан жерінде қалып, амандары дедектеп безіп барады. Біздің жігіттер атқылап, қуып жеткен шанышқылап, соңынан өкшелеп қалар емес. Темір жолдың төмпеш қырына шыға берісте, Курбатов дейтін бір орыс жігіті соғыстан бұрын Алматы қаласында кіре тасып қызмет еткен. Еңгезердей бір неміс офицерін қуып жетіп, я атып, я шаншып өлтірудің орнына етігінен ұстап тартады. Неміс артына жалт қарап, торғайдай кішкене Курбатовтың тұлғасын көріп, тіптен басындыңдар-ау дегендей, өзінше бір нәрсені бұлдырлап айтып, құсаланып келіп, Курбаттың жағасынан алып, қылғындыра ұстап, тұмсықтан жұдырықпен періп жіберіп, жығып үстіне мініп алып, буындыра бастайды. Өлді деген осы, менің шынымен-ақ талқаным таусылған екен. Қап, бұл итті неге атпадым, неге шаншымадым кезі келіп тұрғанда, мені ажал айдап мұның етігінен ұстағаным болар деген өкініштерімен Курбатов тырп етуге шамасы келмей, өгіздей немістің астында жатыр. Еш болмаса әрекет істеп өлейін деген оймен ышқына жұлқынып, дұшпанның жағасынан ұстап көтере бергенде, немістің оң аяғы тайып, екеуі құшақтасып алдыға қарай домалайды. Төмен қарай әңгірлеп барады, бір-бірінен айырылар емес. Күшінің жетпегеніне көз жеткен Курбатов сұқ қолымен ортан қолын айрықша ұстап, кеңсірікті дәлдеп немістің екі көзін шұқып шығарады. Неміс ой деп Курбатовты босатып, екі қолымен көзін басып қалғанда, ол оны найзамен шаншып, қалған немістердің соңынан басқаларды қуып кете барды. Қысқарта айтқанда, немістің 300-дей өлігін санадық. Қалғандары орманға зытып, алды-артына қарамай безіп кетті. Олардың қаншасы жарақаттанғанын, қаншасының сау екенін айта алмаймыз. 4 станковый пулемет, 2 зеңбірек, 7 радиоаппараты, 24 қол пулеметі, 2 штаб машиналары барлық документтерменен тағы басқа олжаларға ие болдық. Бұл соғыс біздің жігіттердің жалпы батырлық, батылдық көрсеткендерінің бір дәлелі. Бұл соғыста дұшпанға жем тастап, жемтікке тоя бергенде, аз күшпен желіке бүйірлерінен соғып, жеңісін жегенін желкесінен шығарған тактикалы әдістің сәті түсе қолданылған істің бірі. Бұл соғыс дұшпанның араны ашылған, басқыншылық мінез ғұлқын өзіне таяқ етіп жұмсаған ұрыстың бірі. Бұл соғыс ата-бабамыздың айтып кеткен білек бірді, ақыл айла мыңды жеңет деген мұра, соғыс дәстүрінің халық тәжірибесінен шыққандығына дәлелдеумен доғарайық.